Аллах Тағала андай нәрсені айтады, мысалы, аузубиллахи-минаш-шайтанир-раджим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха ан-нафса анил хава фа иннал джанната хиял маъва. Қараңызшы. Кім дейді? Раббысының алдында тұратын күннен дейді. Қорықса дейді. Алдымен осы керек екен. Түсіндіңіздер ме? Қорқу деген нәрсе керек екен. Қорықса, ва нахан, сосын барып айтып отыр. Сосын тыйса дейді. Ан-нафса, жан дүниесін. Көрдіңіз бе? Ва нахан нафса анил хава. Хава деген көңіл қалауы. Ананы қалайын, мынаны қалайын, ананы қалайын деген мәселелер ғой. Бізде мысалы бұл келіп тұр деген сөзді қосып айтамыз ғой біз. Лимонад ішкім келіп тұр. Келіп тұр, келіп тұр, келіп тұр. Әрбір келіп тұрды келтіре берме деп отыр ғой Алла Тағала. Әрдайым ол келіп тұрған кезде қайтарып таста дейді. Келіп тұрады, қайтарып таста дейді. Сахабалар тіпті кейбір жаңағы рұқсат етілген болатын нәрсенің өзіне дейін күресуге тырысқан. Жаңағы айтып тұр ғой, оңай болып кетеді деп. Оңай болып кеткен кезде ол, мысалы жаңағы Али радиаллаху анху мен Омар радиаллаху анху жолда кездесіп қалады. Сонда Омар радиаллаху анху ет сатып алуға шығып бара жатқан кезі болған. Онда бір Алла білет, ол етті енді алайын деп жатқан кезім екен. Түсіндіңіз бе? Сол жаңағы қайда амандасып сұрағаннан кейін ет алуға бара жатырмын дейді. Иштахайту иля лахм. Ет жегім келіп кетті дейді. Сонда Али радиаллаху анху ана жерде мынандай сөзді айтады. Акуллама иштахайта иштарайта. Әрдайым жегің келіп кеткен сайын сатып ала бересің ба дейді. Омар бітті, бүкіл жаңағы түр өзгеріп кеткен, наваяттағыдай. Жазғыру, олар бір-бірінің насихатын Алла Тағала айтып тұрғандай қабылдаған. Біз болсақ, сен кімсің маған айтатын деген. Біз өзгермейміз ешқашан. Содан Омар кетіп қалды, алмайды етті. Көрдіңіздер ме қандай нәрсе? Асыл болады ол. Егер одан кейін сәжде жасап, шүкір етіп, жақсы құлшылық жасап жатсаң, харамнан тоқта. Бірақ олар сондай, олар харамнан тоқтағаннан кейін, олар әрбір келе береді, жаңағы келіп тұр деген нәрсеге дейін тоқтап тастаған. Біз ондай дәрежелерге жету үшін алдымен жаңағы бер жақтағы Алла Тағала харам еткен нәрселердің өзіне жаңағы бармасқа соған қарап қоюдың өзінен күресу керек біздер.